Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін мен отбасыңызға міндетті түрде ұнайтын пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен тестамызды дайындап аламыз. Оған жылы сүт және де кішкене мөлшерде су және де ашытқы саламыз. Керекті ингредиенттер описаниеде жазылып тұрады. Және бір қасық тұз саламыз. Енді барлығын бірге жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Ары қарай қамыр илейміз. Өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді оны жылы жерге бетін жауып ашытатын боламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қайнатылған картоп және де бір пияз қажет. Және де оның барлығын бірге жақсылап езіп, оның үстіне кішкене ғана тұз және де бұрыш себеміз. Барлығын бірге жақсылап араластырып езіп шығамыз. Мінекей, бізде дәл осындай болып шығуы қажет. Қамырымызды ашып дайын болып қалды. Енді оның барлығын бөліктерге бөліп, жақсылап орналастырып қоямыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп, салмамызды салып, жақсылап орайтын боламыз. Мінекей, менің пирожкилерім осындай болып шықты. Енді жақсылап майға қуырып аламын. Біздің майымыз міндетті түрде қызып тұруы қажет. Себебі пирожкилеріміздің арасы шикі болып қалмауы керек. Мінекей, біздің пирожкилеріміз осындай болып қызарып, пісуі қажет. Егер де менің рецепттерім ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер.